қаласының атақты таксисін милиция қызметкерлері қолға түсірді. Оқиға орнынан тілшіміз. Мен негіз мопедпен доставкада жүрген адам. Мына ПТК деген албастылармен бірігіп, ПТК лапша деген аштым ғой. Сол өзім доставкада жүрмін мопедпен. Сол мопедтерді Қызылордада Желмая КЗО деген магазиннен алдық. Ең арзан, там выбор көп дегесін. Кірсек, мамаш, ішінде неше түрлі мотоциклдар, GTA-дағыдай, Терминатордағыдай, тауға мінетін, бауға мінетін, в общем, аңға ұялмай мініп баратын. Сосын ана ачи тікіндей матак, аңға дейм, аңға, ой, қатындардан өлген бәле. Сонымен менде категория жоқ, мопед алдым, әппағын, какштик, членімен, полный комплект. Доставке шыққам, басыма келетінді ұмытып кеттім. Үйде нормально алыстап кеткенмін ғой уже. Ай, яптығыдық қатын, анан іштің ба, мынан жедің ба деп тұрғанда ұмытып кеткенімді деп ойлағанша болған жоқ. Гаишник тоқтатып тұр. Сонымен, көкем, айналайын, інім деп бірдеңе қылып түсіндірерім деп ойлап жатырмын. Сап-сары орыс гаишник келіп тұр. Ойбай, Қызылордаға орыс гаишник келген ба деп қоям. Сөйттім да қой құрсын, өзім ошибкамды өзім алдын ала айтайын, сол кезде бірден нормально қабылдайды ғой дедім да. Айналайын көкем дегеннің орысшасын білмей. Дорогой милый, я знаю, ты меня из-за члена остановил, да? Я дома забыл член, я сам тут недалеко живу. Пойдем со мной вместе, я тебе и член покажу, жена чай нальет, деп жатырмын. Ана орыстың көзі баң көк кетті. Ты что, старик, охуел что ли деп наручнигін шығарып жатыр. Мен мына нервтан қолым тартылып қалып жүр, мына қолым. Сонымен қорқып кеттім да, давлением көтеріліп та, қолым тартылып қалды да, газды басып жіберем ғой, мопедпен кетем, деп. Догоняйте его, держите его, деді. Сонымен қасындағы екі солдат артынан қуды. Сонымен енді біліп жатыр ғой, член емес, шлем екен. Кезінде соны каска дейтін ек қой, заманында кәдімгі простой каска дейтін ек қой. Білмеймін, членімді көрсетем дегенім бар, гаидан қашқаным бар. Айтайын деп тұр енді қанша сутке кететінімді. Нұргүл Желмая қызы Айнұр Мопедова, ПТК арнасы.